Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте тез және оңай жасалатын хворстың түрімен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай қытырлақ және дәмді. Ең алдымен 4 жұмыртқаға шым-шым тұзымызды және құмшекерімізді салып араластырып аламыз. Одан кейін керегінше ұнды қосып, жақсылап қамырелейміз. Ең бастысы қамырымыз қатты болмауы қажет. Қолға жабыспайтындай жұмсақ қамырелейміз. Әрине, ұнымызды електен өткізіп тұруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен вилкамен араластырамыз, одан кейін қолмен жақсылап тұрып қамырымызды елейтін боламыз. Осы құраммен менде 20 шақты хворст шыққан болатын. Қамырымызды елеп болдық. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және қолға жабыспайды. Осыны 30 минутқа салафанға салып қалдырамыз. Уақытымыз өткеннен кейін салафаннан қамырымызды алып, оны 3 бөлікке немесе 4 бөлікке бөлеміз. Және жұқа қамыр етіп жаямыз. Көріп тұрғандарыңызға қолда жабыспайды. Бөліктерге бөлген 3 қамырымызды жеке-жеке етіп, жұқа қылып жаямыз. Қамырымыз қалың болып кетпесін, әйтпесе хворстымыз шикі болып қалуы мүмкін. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай жұқа етіп жайдым. Ар жағынан сіздің қолыңыз көрініп тұратындай болуы қажет. Енді осылай пышақпен ұзыншалап кесіп шығамыз. Табамызға май құйып, май қызғанша күтеміз. Одан кейін менде осындай вилка, яғни үлкен вилка. Осымен қамырдың басын бір-біріне жабыстырып аламыз. Одан кейін майға салып, осылай қуырамыз. Бөліп тұрып, айналдырып, роза сияқты қуырасыздар. Сол кезде хворстыңыз әдемі және дастарханыңызды көтеріп тұратын болады. Және де майыңыз үлкен отта тұруы қажет, яғни бұл хворст тез піседі және тез көтеріледі. Жай отқа қойсаңыздар, ұзақ тұрып қалуларыңыз мүмкін. Мінекей хворсымыз пісті. Енді осының бетіне сахарная пудраны сеуіп, әдемі етіп қойсаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Аружан.